Кеш жарық, құрметті әріптестер. Ерлан аға, бүгінгі зумды маған сеніп тапсырып отырғаныңызға үлкен рахмет. Мен өзім де осы жарты сағат бұрын ғана кірдім үйге. Қалаға барған болатынмын. Сол 3-4 жерге продукция апардық жолдасыммен. Сол кісілермен әңгімелестік, сөйлестік. Как раз мынау рекрутинг жайлы, бизнес жайлы біраз ақпарат бердік. Содан мынау мерекенің алдында ма не пробка болып тұр екен, сонымен үйге әрең жеттік. Зумға кеш қалмайын деп осы асығып үсігіп әйтеуір 7:30-да жеттік үйге. Міне сол адамдардың барлығы жаңа кісілер. Біз мүлде танымаймыз, мынау инстаграмнан келіп отырған кісілер. Сондықтан да инстаграмда рекрутинг жасайтын болсаңыздар, міне продажа жасауға да болады, және сондай-ақ мына бизнеске партнерларды да тартуға болады. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз осы инстаграмда қалай рекрутинг жасаймыз. Қалай мынау бізге келген жаңағы тұтынушыларға, клиенттарға мынау холодный контакттан келген сол кісілерді қалай біз өзіміздің партнерімізге айландырамыз. Енді бұл бүгінгі зумда мен барлығын енді қарапайым мынау көбірек практиканы айтып, солай қарапайым жалпақ тілмен түсіндіруге тырысам. Сосын өзіміздің мынау екі поток өтіп жатқан екінші поток, сол практикумнан да біраз сіздерге жаңағыдай қалай жасап жатырмыз, не істеп жатырмыз, қандай жетістіктеріміз бар, қандай қателіктеріміз бар, содан да кішкене ақпарат бере кетем. Ең бірінші менің айтайын дегенім, сіздерде барлықтарыңызда инстаграм парақшаларыңыз бар, барлықтарыңызда инстаграм парақшаларыңыз бар. Өте маған көп қойылатын сұрақтардың бірі былай деп айтады. Біздің партнерлар бар, және басқа да мынау кәсіппен айналысып жүрген кісілер бар, солар айтады. Менде инстаграм парақшам бар дейді. Мен сторис салам, мен пост салам, мен өз өмірімнен салам дейді. Бірақтан да дейді, маған неге жаңа клиент келмейді дейді. Неге маған подписчик келмейді, неге маған партнер келмейді. Мен вроде күнде жасап жатырмын ғой барлығын дейді. Қаншама энергиямды беріп, міне осындай видеолар түсіріп жатырмын дейді. Міне сондай сұрақ әрбір адамның көкейінде бар шығар деп ойлаймын. Неге олай? Өйткені бізде инстаграм бар, контент бар, бірақтан да бізде мынау жүйе жоқ. Жүйемен, жоспармен жасайтын болсақ, мынау біздің инстаграм парақшамыз біздің мынау бизнес құралымызға айналады. Мысалы, осы практикумда бізде алдыңғысында міне 30 адамнан аса болды. Одан кейін тағы да міне партнерлар қосылды. Сол кісілердің енді барлығының инстаграм парақшаларын біз скрин жасап өзіміздің чатқа жібердік қой. Сол кезде барлығын, көпшілігін қарап анализ жасап отырсам, инстаграмда аты жөні бар, бірақтан да шапка профиляда ештеме жоқ. Сосын авада сурет бар, бірақ ол сурет түрі анық емес, бірнеше кісімен түскен сурет деген сияқты. Кейбірінде жай ғана гүл тұр. Соны біз ең бірінші осы біздің даже таргет жіберген кезде де, таргеттен адамдар қайда келеді? Сіздің инстаграм парақшаңызға келеді. Мысалы, сіз фейсбуктан жіберетін болсаңыз таргетті, таргет фейсбук арқылы прямой біздің инстаграм парақшамызға өтеді. Сол кезде адам келеді сіздің инстаграм парақшаңызға, сол кезде қарайды сіздің инстаграм парақшаңызды. Ең бірінші ол жаңағы шапка профиляға, биодағы жерге көз түседі. Сіздің суретіңізге көз түседі. Даже сіздің аватарда тұрған суретіңізді бүйтіп ашып көру мүмкін. Сіз қандайсыз, жаңадан келген кісіге сенім қалыптастыра аласыз ба, кімсіз, немен айналысыз деген сияқты. Мен мұны неге әр зум сайын қайталап айта берем? Өйткені ең бірінші біздің осы инстаграмдағы атауымыз дұрыс болу керек. Ана жерде біз немен айналысамыз, сонымызға қарай. Біз міне практикумда ең бірінші осыны дұрыстадық. Ағылшын тілінде біздің парақшамыздың атауы, одан кейін оның астында орыс тілінде жаңағы ниша, нишамыз, міне мысалға фул табыспен айналысатын болсақ, экономия, бензина, топлива деген сияқты, міне сондай орыс тілінде сол тұрады. Одан кейін барып шапка профиля. Осы жерде біз енді инстаграмды бірнеше неге бөлдік. Мысалы, енді Бәтші апайды айтайын, Бәтші апаны. Бәтші апай айтты, менің бұрыннан жүргізіп жүрген инстаграм парақшам бар. Мен соны не істейін? Әрі қарай енді оны жүргізе беріңіз дедім. Бірақтан да сіз осы компанияға қандай проблемамен келдіңіз ең басында?
енді барлығымыздың осы компанияға келген кезде бір денсаулығымызда бір проблема болды ғой, міне сол проблемамен келдік, сосын осы клеточный питаниені іштік, содан кейін жақсы нәтижесін көрдік. Міне сіздікі жаңағы гонартроз ба или кукартроз ба, міне сол гонартрозыңызбен сіз жеке парақша ашыңыз дедім Бәтші апаға. Жеке парақша ашыңыз, тек қана міне сол гонартрозды шапка профиліңізге жазасыз, жаңағыдай гонартроз үкім емес, менің жасым 72-де деген сияқты сондай ақпаратты қойды Бәтші апа. Сосын искусственный интеллектпен әдемі 2-3 фотосын жасады, міне сонысын қойып қойды. Содан кейін барып біз парақшамызға екінші, одан кейін шапка профиляден кейін біз екінші өзіміз жайлы таныстыру пост жаздық. Мысалы Райгүл апай рилс қылып салды, Бәтші апа жаңағыдай пост қылып салды, Айымхан апай пост карусель жасап салды. Міне сөйтіп барлығымыз өзімізді таныстырып сол жерге сап қойдық. Міне даже таргеттен келген адам болсын, міне соны көреді да уже ол кісі бірден уже болды, түсінікті. Сізге ол артық сұрақ қоймайды одан кейін. Сіздің парақшаңызда уже барлығы тұрады. Содан кейін бізде міне соны жасадық. Одан кейін барып біз пост карусель жасай бастадық. Біз не үшін пост карусель жасадық? Сонда осы практикумға келген кісілердің арасында жаңағы пост карусель мен рилстің айырмашылығы қандай деп сұрақ қойған да біздің шәкірттер болды. Пост карусель мен рилстің айырмашылығы, мысалға рилс қазіргі таңда 2026 жылы бізді ретке шығаратын ең мықты құрал. Рилстың да өзінің 4 түрлі форматы болады. Біз ойлаймыз, бір ғана видеоны сала саламыз болды деп. 4 түрлі форматпен экспериментировать етіп салатын болсаңыздар, мынаусы ретке шықпаса, анаусы шығады, анаусы шықпаса, мынаусы шығады. Рекомендацияға шығу біз үшін өте маңызды. Не үшін маңызды? Өйткені біз рекомендацияға шыққан кезде ең бірінші бізге подписчик келеді, ол подписчик сосын бізге клиент айналады, ол клиент уақыт өте келе ол бізге партнерға айналады. Сондықтан да біз үшін подписчик өте маңызды. Пост карусельдің айырмашылығы, пост карусельде біз мысалға мына бір бикардионы алатын болсақ, пост карусельде біз осы бикардионың құрамын, пайдасын, барлығын толық ашып бере аламыз. Содан кейін барып ең бірінші бетіне біз барлық уақытта мынау хук деген нәрсені қоямыз, мықты тақырыпты қоямыз. Мысалы жүрегің ауырып жүрсе шешім бар дейміз да, әрі қарай міне бикардия туралы ақпарат береміз. Сосын ең соңында пост карусельдің біз адамды әрекетке шақырамыз. Кез келген біз пост салатын болсақ та, пост карусель салатын болсақ та, рилс салатын болсақ та, біз барлық уақытта уже біздің практикум қатысушылары білет, бұл терминдарды СТА қоюымыз керек соңына. Егер саған қызық болса, маған жаз, болмаса сен жаңағыдай плюс қой деген сияқты. Міне сондай СТА біздің барлық жерде болу керек, сториста да, постта да, рилста да, пост карусельде де. Сонда адам деген уже жаңағыдай сізге уже жазуға талпынады. Міне біз осы 4 нәрсені жақсы меңгердік. Стористі, постты, пост карусель, рилсті. Біздің сол ең мықты құралымыз осы жерде міне рилс болды. Сосын барып мынау жаңағы айтады ғой, менде енді осының барлығы бар, неге маған жаңа клиент келмей жатыр, неге маған подписчик келмей жатыр, неге маған партнер келмей жатыр деп. Біздің бір қателігіміз, біз осының барлығын жасаймыз да бірден сатуға әрекет етеміз. Сосын жаңағыдай фул табыстағы мысалға біздің видеоларымыз ретке шығып кетсе, пытырлатып сатамыз, енді продажа дегенде өте жақсы. Бірақтан да біз мынау бизнесті ұмытып кете береміз. Бизнес жайлы біз ақпарат бермейміз. Бизнеске көп шақырмаймыз. Бизнеске шақырғанның өзінде де біз былай айтамыз. Табыс тапқың келе ма? Онлайнда табыс бар, интернет магазинде табыс бар, кел командаға кел, мына жерде доллармен табыс табасың деген сияқты, сөйтіп шақырамыз. Бірақтан да ол кісілерде бізге деген сенім әлі қалыптасқан жоқ. Ол кісілер фул табысты алды, көрді, мысалға элефті алды, ішіп көрді, өнім керемет күшті жұмыс жасайды екен деді. Әрі қарай міне жаңағыдай бизнесті ол толықтай түсінген жоқ. Не команда ол, не бұл. Сондықтан да біз өзіміздің парақшамызда контентте, міне контент жоспар дейміз, ол контент жоспар жасаған кезде бізде парақшамызда өзіміз туралы ақпарат болу керек, өнім туралы ақпарат болу керек, өнімнен нәтиже болу керек. Одан кейін барып міне бизнесті көрсетуіміз керек біз. Бизнесті қалай көрсетеміз? Бизнеске де, кәсіпке де, міне интернет магазинге де біз арнайы сондай бір пост карусель, болмаса рилс, болмаса сторис, міне соны арнауымыз керек.
өзіміздің мынау рабочий моменттарымызды көрсетуіміз керек. Мысалы мен өзім енді бүгін практикамен көбірек бөлсем дедім ғой. Өзім мына фул табыс парақшасын ашқан кезде ең бірінші мен өнімнің құрамын бердім, одан кейін барып отбасыммен бірге жұмыс жасайтынымды көрсеттім, сосын барып бұл жерде табыс бар екенін көрсеттім. Содан серіктестер керек, бізге партнер керек деп мен жаңағы сторисқа көбірек салатын. Сонда көп кісілер түсінбейді екен, түсінбейді и жазып жатады. Сразу шығады, мен Шымкенттемін, мен сізге партнер болайын, мен Ақтаудамын, мен сізге партнер болайын, мен Астанадан, мен сізге партнер болайын деген сияқты. Бірақтан да мен осы тақырыпты аша алмай қиналдым кішкене. Серіктес деген қалай болады, міне бірден айтсаң жаңағыдай тіркел, 70 мыңға тіркел десең, ол адам шошып кетеді екен. Сөйтеді да, ой, бұл жерде де ақша екен ғой деген сияқты. Содан ақырындап мен көрсете бастадым. Сосын пост карусель жасап қойдым арнайы. Қалай серіктес болуға болады? Ең біріншіден сіз маған емес, сіз компанияға, осындай американский Be Epic деген престижный компанияға серіктес боласыз. Мына фул табыс деген өнімді арзан, тиімді бағада оптым аласыз. Ал мен сізге тек қана менің магазиннің реферальный ссылкасымен тіркелесіз, мен сізге осының жолдарын жаңағыдай көрсетем, қолдау көрсетем, міне солай бірге командамен жұмыс жасайсыз деп. Міне соны біраз кісі түсінді. Сол пост карусельді салғаннан кейін бізге жаңағыдай 2 кісі келіп тіркелді. 2 қаладан 2 кісі келіп тіркелді. Одан кейін міне осы рабочий момент деймін ғой, рабочий момент біз көрсетеміз соны. Міне бүгін міне мысалға Астанадан осындай кісі келіп міне тіркелді, осы компанияның партнері болды, магазинің жаңағыдай табысты, берекелі магазин болсын деп. Міне сторисқа да саламыз, содан кейін барып жаңағы өзіміздің клиентский чатымызға да салып қоямыз. Сонда адамдарда уже сенім қалыптаса бастайды. Міне шынымен де кісілер осылай тіркеліп жатыр екен ғой. Сосын жаңағы быстрый старттан түсетін $27 енді фул табыстан $27 түседі ғой. Сол $27 да міне көрсетіп қоямыз. Міне мына кісі келіп менің магазиннің реферальный ссылкасымен тіркелді, компанияға серіктес болды. Мен осы кісіге ақпарат беріп, міне осы кісіні шақырғаным үшін міне компания маған міне за быстрый старт осындай бонус берді. Сондықтан да сіздер де келе салып бірден осындай табыс таба аласыздар. Міне ақырындап сол быстрый старттан бастап, міне ақырындап сондай ақпарат бере береміз. Өйткені кешегіде Ерлан аға айтқандай, біз бірден үлкен сумманы айтатын болсақ, ол кісілер шошып кетеді. Сосын ол кісілер қабылдай алмайды. Біз өзімізде сөйттік қой бастапқыда. Қабылдай алмадық, міне ақырындап кейін қабылдай бастадық. Сондықтан да рекрутинг жасау үшін бізде Инстаграмда міне парақшамыз біздің полный упакованный болу керек. Парақшамызда біздің барлық ақпарат болу керек. Даже ертең күн сіздер таргет жіберетін болсаңыздар да, міне таргеттен сразу лид келді, лид дегеніміз енді не ғой, жаңағы кісілер, холодный контакттан келетін кісілер. Сол кісілер бірінші сіздің сол парақшаңызға кіріп қарайды. Парақшамыз біздің айнамыз. Біз сөйлемей-ақ, парақшамыз біз үшін барлық ақпаратты беру керек. Келген адамның сенімін қалыптастыру керек. Сол үшін неге маңызды біздің парақшамыздың осындай упакованный болғаны. Сондықтан да ең бірінші осыған қатты мән беріңіздер. Сосын барып бізде жаңа партнерлар бірден келмейді. Олар бастапқыда кіреді, тіркеледі, содан кейін барып сізді бақылайды. 1 ай бақылайды, 2 ай бақылайды. Міне сол кезде біз асықпауымыз керек. Міне мен салып жатырмын, видеом да рекке шықты, міне жаңағыдай бәрін жасап жатырмын, неғып маған серіктес келмей жатыр, неге маған партнер келмей жатыр деп. Өйткені ол кісілер сізді бақылап жүреді. Даже өзіңіздің сторисіңіздің астын басып қарайтын болсаңыз, кімдер қарап жүр сізді, мысалға сол көрініп тұрады. Мысалы менде сол фул табыс парақшамызда алдында мен ойлайтын, бұл жаңағы ер адамдарға ғана қызықты, ер адамдар ғана көбірек. Енді ер адамдар көбірек келді ғой. Біз енді рилсты біз Инстаграмның алгоритмін қолмен тізеп тұрып саламыз ғой. Сол кезде рилсымызды біздің рекомендацияға шыққан кезде Инстаграм көбінесе ер адамдарға, жүргізушілерге, автомобильне сондай нишаларға көрсетті. Содан мен де сол кезде сөйтіп ойладым, тек қана ер адамдар қызығушылық танытады. Енді мен постоянно сторис салам, сторис салып астынан қарасам, әйел адамдарда көп қарайды екен. Постоянно уже түрі таныс болып қалады ғой, мен сол әйел адамдарда көп қарап жүреді екен.
Сондықтан да олар бізді бақылайды да, содан кейін барып міне бір күні міне бірден міне келеді сізге. Сол себепті біздің міне парақшамызға аса қатты мән беруіміз керек. Содан кейін барып біз искусственный интеллектті не үшін үйрендік? Біз тек қана әдемі фото жасау үшін ғана үйренген жоқпыз, мысалы практикумда. Біз искусственный интеллектті мынау жұмысымызды жеңілдету үшін үйрендік. Мысалы ChatGPT-ді біз ChatGPT арқылы бүткіл барлық посттарымызда, стористің тексттерінде, содан кейін барып мынау жаңағы бір айлық, міне кеше Ерлан аға айтты ғой, давайте 100 рилс түсірейік деп. Міне біз бастадық, шапка профиля бәрін толтырдық, аватарға жаңағы Geminiмен әдемі искусственный интеллектпен жасаған суретімізді қойып қойдық, таныстыру посттарымыз жаздық, пост карусель, рилс барлығын салдық. Енді әрі қарай біз тоқтап қаламыз. Енді не істеймін әрі қарай? Әрі қарай не істеймін деп. Міне сол кезде біз ChatGPT-дан, оның арнайы промпты бар, ChatGPT-дан сен маған бір айлық контент план жазып берші десеңіз, ол сіздің миыңызды ашты, бірнеше нәрсені жазып тастауы мүмкін. Сондықтан да арнайы промптпен ChatGPT-ға жазамыз. Сен Instagram маркетологысың, сен өте осындай мамансың, сен маған осындай парақшама, мысалға Бәтшапа сондай контент план, жаңағыдай жоспар алды. Сөйтіп жоспар бойынша жасап жатыр, жүйемен. Бір апталық мысалға жоспар жасап береді, 2 апталық или болмаса 1 айлық контент план жасап береді бізге. Міне сол кезде ChatGPT-дан сөйтіп арнайы промптпен сұрайсыздар, сіз міне осындай маркетологсың, мықты мамансың, сен маған осы 1 айға міне гон артрозға арналған маған жаңағыдай 100 рилсқа жоспар, сценарийін, сөзін бәрін жазып бер деп. ChatGPT сізге міне басынан бастап соңына дейін жазып береді. Сонда сізде стратегия болады, жүйе болады, сіз сол жүйемен бастайсыз. Бірден мен Элифтан, міне гонартроздан жазылып кеттім, мен Элифті алыңдар деп бастамайсыз. Ол өзі сізге сондай күшті қылып жасап береді. Сол бойынша күнде 1 минутқа жетпейтін рилс түсіре бастаймыз. Енді 1 минуттың өзі де жеткілікті, енді одан да қысқа жасауға болады. Мысалға 30 секундтық, 40 секундтық бұндай видеоларда негізі күшті өтеді. Бұның қаралымы өте күшті болады. Неге? Өйткені адам сол сіздің 30-40 секундта берген ақпаратыңызды ұқпай қалады да, сосын қайта-қайта қарайды. Қайта-қайта қарай бергеннен кейін ол не істейді? Біздің рилсіміз рекомендацияға шыға береді. Одан әрі қарай айнала береді. Даже анау ссылкаңызды немен жасаймыз ғой, біз эдитспен жасайтын ссылкамызды, ұзын қылмай қысқа пайдалы ақпарат беріп, соны қысқа ғана қойып қойсаңыз, адам сол сіздің ссылкаңызды басып кіріп алу үшін қайта-қайта қарайды, тоқтатып қарайды, қайта-қайта қарайды. Міне содан біздің рилстың жаңағы охваты өседі. 40 секундтың рилстың ішіне де бірнеше кадрды сыйдыруға болады. Бірнеше кадрды сыйдырсаңыз, сонда адамның іші пысып кетпейді. Сіздің рилсіңізді міне қайта-қайта қарайды. Міне сонымен біздің рилс Инстаграмның лентасында ұзақ уақыт өмір сүреді. Ұзақ уақыт айнала береді. Міне сол айнала бергеннен бізде қаралушы көп болады, подписчик келеді, одан кейін продажа да болады, одан кейін оның арты бағанағыдай партнерлар келеді. Сондықтан да біз мынау видео түсірген кезде де міне осыған аса қатты мән беруіміз керек. Сосын бұл видео түсірудің өзі де мысалға еңбек, кәдімгідей еңбек. Былай түспей қалды дейміз, одан кейін барып оның ішін кесеміз. Бізде практикумға қатысушылар уже біледі, оны CapCut арқылы қалай монтаждау керек екенін. Даже голосовойдың өзін сондай жаңағыдай ненің үстіне қойып уже қалай жасау керек екенін біледі. Міне сол кезде біз монтаждаймыз, сөйтеміз де біраз еңбектенеміз, сөйтеміз де оны аламыз да сала саламыз. Плюс тұрған жерінен аламыз да сала саламыз. Сөйтеміз де болды, енді бұл рекке шығатын шығар деп. Рилсті салудың да міне жаңағы 4 түрлі форматы бар. Сосын барып оны салудың да жаңағыдай арнайы функциялары бар. Мысалы жасырын LC кілт сөздерді қоямыз бетіне, STA-ға шақыратын әрекетті қоямыз. Одан кейін барып рекомендацияға шығу үшін сразу рилсіміз шыққан кезде ерінбей 15 минутқа дейін соны бөлсеміз. Мысалы, менде 4 аккаунт бар. Мен не істеймін? Мен рилсті саламда сол Full Tabs аккаунтымнан біраз адамға бөлісіп жіберемін. Айжан ханымға, Ерлан ағаға, Айымхан апайға, Бәтшапаға, өзімнің тағы басқа аккаунттарыма бөлісіп жіберемін да, содан кейін екінші аккаунтыма кіремін. Екінші аккаунтыма кіремін де тура солай лайк басам, сөйтем да тағы да 4 аккаунтыма бөлсем бірталай. Соның өзінде бір 30-40
не болады, поделиться болады, лайк болады, 30-40 поделиться болады. Міне сол 15 минут бізде жаңағы рекомендацияға шығуға өте шешуші роль атқарады. Сол 15 минуттың ішінде міне сөйтіп бөлісіп тастайсыз, міне содан кейін барып ол уже ары қарай рекомендацияға кете береді. Сосын барып осы инстаграмда жоғары жақта бізде плюс тұрады ғой, бәріміз сол жерден саламыз. Негізі инстаграмда өзіміздің профилімізге кіріп профессиональная панель деген тұрады ғой, сол жерден салатын болсақ, сол жерде 5-6 түрлі функциясы бар. Рекомендация керек па сізге, охват керек па, или болмаса жаңағыдай не дейді, подписчик керек па, болмаса поделиться керек па, лайк керек па деп өзі рекомендовать етеді. Міне соның ішінен біз таңдап аламыз да, мысалы рекомендация керек па бізге, рекомендация бөлімінен саламыз. Бізге охват керек па, охват бөлімінен саламыз. Бізге лайк керек па, лайк бөлімінен саламыз. Сол профессиональная панель деген жерінен салатын болсақ, біздің рилсіміздің жаңағыдай рекомендацияға шығуы енді 70-80%. Сондықтан да мына инстаграмды жүргізген кезде өте салмақты мән беріп солай жасаңыздар. Жаңағыдай бет алды пост салып, бет алды видео сала беретін болсаңыздар, ол неге жаңа рекке де шықпаса, ешқандай сатып алушы да келмесе, партнер да келмесе, босқа өзіміз шаршап қаламыз да сосын қайтып қаламыз. Ал егер осы инструкциялармен осыны қолданып, фишкасы көп инстаграмның, соның барлығын қолданып салатын болсаңыздар, бір парақшаның өзі сізге қандай күшті жұмыс жасайды. Бір видеоның өзі сізге бірнеше продажа алып келеді. Бір пост карусельдің өзі мысалға, соның өзі мысалға сізге жаңа подписчиктер алып келеді. Сондықтан да мына рекрутинг жасау үшін біз өзіміздің сол әрбір постымызға, видеомызға міне соған мән береміз. Содан кейін барып жоспармен жұмыс жасаймыз. Сосын сторис. 2025-те инстаграм алгоритмі сторис арқылы күшті продажа беретін. Қазір неге ол стористі нетпей қойды жаңағыдай. Стористі сондай продвижение жасамай қойды. Өйткені инстаграм өзінің жаңағы инстаграмға ақша төлеп жаңағыдай таргет жібереді ғой адамдар. Соны сториста көп жүргізетін болды. Сондықтан да стористі уже бұрынғыдай шұбыртып салмаймыз. Сторис уже бұрынғыдай бізге аса қатты продажа әкелмейді. Сторисқа біз 2-3 ғана сторис саламыз. Оның өзінде де бір-бірімен жаңағыдай араластырмай, біреусі клеточный питание, біреусі full табыс, біреусі личный жизнь сияқты қылмай, оны да жоспарлы түрде. Мысалға бір күні сторисқа өзіңіз жайлы салыңыз, екінші күні продукция жайлы салыңыз, үшінші күні full табыс туралы салыңыз, төртінші күні жұмыс барысы, бизнес туралы салыңыз. Бірақ барлығында да бізде 3 сторис саласыз ба, үшінші сторис бізде эста болу керек, әрекетке шақыру. Мысалға, міне, full табысқа адам тіркедік па, біз сол кісіден $27 түсті ма? Міне соны 1-2 сториста көрсетеміз да, соңғы сториста әрекетке шақырамыз. Сен де осылай табыс тапқың келеді ма? Сен де мысалы осылай доллармен табыс тапқың келеді ма? Серіктес болғың келеді ма? Онда дайректке жаз. Дайректке егер бізге көп жазатын болса, міне сол дайректке жазған бізге пайдалы. Инстаграм міне соны жақсы продвигать етеді. Адамды дайректке жазуға шақырамыз. Ал шын керек адам сізге өзі WhatsAppқа шығады. Жаңағыдай серіктес партнер болғысы келетін адам сізге өзіңізге WhatsAppқа шығады. Міне стористі солай жүргіземіз. Сосын барып бірден жаңағы сата бермейміз. Бір күні сатамыз, мысалға, бір күні рекрутинг жасаймыз, бір күні өзіміздің өмірімізді көрсетеміз, бір күні бизнесті көрсетеміз, сосын бір күні міне өзіміздің осы күнделікті жұмыс барсын. Енді бизнесті қалай көрсетуге болады десеңіздер, мен айтайын, адамдар кәдімгідей соны қарайды, соған қызығады. Мысалға біз Алтын Ордаға барып, Түркістан, Шымкент, сол жақтарға автобустан салып жібереміз продукцияны. Міне соны әншейін жолда кетіп бара жатып, бір сторисқа бір видео түсіре салам. Міне біз бүгін доставкаға шықтық деп. Сосын Алтын Ордаға барған кезде автобустарды көрсетемін. Анау Алтын Орданың вайбы оларға қызық болады да, қарайды. Міне автобустан салып жатырмыз деп. Содан кейін алған адамдардың нәтижесін шығарамыз. Міне мен мынаны алдым, міне мен салып көрдім. Сонда адамдар сенеді.
сөйтіп сізге деген сенім қалыптасады. Мен уже жүргізіп жатқаныма фул табыс парақшасын міне 3-ші ай болып жатыр екен. Бізге де бірден партнерлар келген жоқ. Бірінші, екінші, үшінші видеомыз рекомендацияға шықты, күшті шықты. Оның арасында хейтерлар да болды, оның арасында шын қызыққан адамдар да болды. 2 күн телефоннан түспей қалған кезіміздер де болды. Бірақтан да соның ішінде бір 10 шақты, 15 шақты ғана продаж жасадық. Одан кейін екінші видеомыз рекомендацияға шыққан кезде уже одан да көбірек продаж жасадық. Міне сөйтіп міне рекомендацияға шыға бастады, продажа жасап жүрдік. Міне енді осы 3-ші айға кеткен кезде ғана біз партнерлар тіркей бастадық. Ал сол кісілердің барлығы, оказывается, сөйтіп қарап, бақылап жүрген екен. Сосын бізде парақшада міне сторисқа саласыздар ғой, мысалы, сторисқа салған кезде ішінен пайдалы ақпараттарды актуальныйға бөліп қойып қойыңыздар. Сол кезде мынау кірген адам сіздің парақшаңыздан бүткіл барлық ақпаратты алады. Сонда сіздің басыңызды ауыртып, лишний жаңағыдай сұрақтар қоймайды. Сосын бұрынғыдай актуальныйлар қазіргі таңда жұмыс жасамайды. Мен жайлы, мысалы, мынау нәтиже деген сияқты. Бізде аудиторияда адам неге келеді? Өзінің бір проблемасын шешу үшін келеді. Сол үшін біз аудиторияның сондай проблемасына, болына қарай жұмыс жасаймыз. Сол себепті актуальныйға біз жазамыз. До и после деген сияқты, мынау кісі осылай келіп еді, былай болды деген сияқты. Болмаса қалай серіктес боласың? Или болмаса жаңағыдай, өнімді қалай аласың деген сияқты пайдалы бізде актуальныйлар болу керек. И то шұбырған актуальный емес, 5-6 ғана. Міне осылай Инстаграмды барлығын упакованный қылып, барлығын жүйелі түрде жұмыс жасататын болсаңыздар, бір Инстаграм парақшамен-ақ міне продажа да жасауға болады, партнер да шақыруға болады. Бір Инстаграм парақшамен-ақ міне барлығын жасауға болады. Ерлан аға, бүгінгі мен айтайын дегенім осы, в основном практика жағынан көбірек енді ақпарат бердім. Содан кейін барып Инстаграмда мынау антиплагиат деген нәрсе болады. Егер сізге біреудің рекомендацияға шыққан жаңағы пост каруселі қатты ұнап жатса, біреудің видеосы сізге қатты ұнап жатса, поисковикке кіресіз да, жаңағыдай іздейсіздер өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты. Рилсы в рекомендациях, мысалы, проклеточный питание деген сияқты. Сол сізге қатты ұнап жатса, мені соны алып өзіңіздің парақшаңызға салғыңыз келіп жатса, сіз тура сол адамдыкін копировать етпей-ақ, оны аласыздар да, міне Gemini деген приложение бар ғой, бізде. Соның пост каруселін мысалға скрин жасап аласыздар. Сөйтесіздер да, жаңа Gemini'ға саласыздар да, сосын айтасыздар. Мысалға Gemini да жасап береді. Мына пост каруселді маған өзімнің неме ыңғайлап, антиплагиат жаңағыдай тура осы секілді емес, өзгертіп, солай жасап берші десеңіз, ол тура сіздің ыңғайыңызға қарай, сол пост каруселді 5-ма, 6-ма, фотома, соны сіздің ыңғайыңызға қарай жасап береді. Сонда сіз ұялмайсыз. Ой, мен ананыкін алып алдым ғой, ертең ол көріп қалса ұят қой деген сияқты. Бұл уже сіздің как жеке бренд дегенді біз үйрендік қой практикумда. Сіздің жеке өзіңіздің жаңағыдай жұмысыңыз болады. Содан кейін мынау видеоларда міне тура солай. Біреудің видеосы ұнады ма, мысалға бізде SaveBot деген бот бар, соған аламыз да, копировать етіп аламыз да, міне өзіміздің парақшамызға шығарғымыз келеді. Үйтіп шығаратын болсақ та, мысалға, сол адамның ешқандай сол видеодағы ана адам енді оны жасады ғой, монтаждады, жасады. Соны ешқандай өзгертпей-ақ өзіміздің парақшамызға аламыз да, саламыз. Оның бетіне жаңағыдай сөздер жазып, оның қажет жоқ. Мысалға, сізге келетін адам сіздің парақшаңызда тұр ғой, сол видео. Мысалға, Ерлан ағаның бір видеосы маған ұнап қалды. Мен сол видеосын алып өзім парақшамда шығарғым келді. Мен аламда Ерлан ағаның видеосын жаңағыдай сол авторство қылып, мысалға, солай салсаңыздар болады. 2 адам салатын болса, 3 адам салсаңыздар болады. Мысалға, Ерлан аға, мен, Айжан ханым бір видеоны 3-еуміз салатын болсақ, 3-еуміздің де парақшамызға ол подписчикті алып келеді, клиентті алып келеді, мысалға, қызықтырған жаңағыдай партнерді алып келеді. Ол кісі, мысалы, 3-еуміздің ішінен өзі таңдайды біреуін. Айжан ханым ұнап жатса, Айжан ханымға барады. Ерлан аға ұнап жатса, Ерлан ағаға барады. Мен ұнап жатса, маған келеді деген сияқты ғой. Сол себепті міне сол авторствомен сөйтіп салсаңыздар да болады. Ана жерде тұр ғой, жаңа добавить метку деген жер бар. Соны басатын болсаңыздар, пригласить сол автора деген нәрсе шығады. Міне сонымен 2-3 адам, міне Ерлан ағаның бір видеосын Райгүл апай, мен мысалға, Ерлан аға 3-еуміз салатын болсақ, міне 3-еумізге де сол бір видеодан польза.
Мысалы мен де солай. Ержанның бір видеосын алсам, мен оған өзіне жіберем сол авторство, тағы бір аккаунтыма жіберем сол авторство, Жайзира Төлешова деген жаңағы подписчигім көп каналыма. Сөйтем да өзім аккаунттарымның ішінде бір видеоны 4-5 аккаунтқа шығарам. Міне сол кезде 4-5 аккаунттан да міне сондай жаңағыдай лид келеді. Соны айтайын дегем. Сондықтан да мынау видео жаңағыдай пост карусель, біреудің тақырыбы сондай ұнап қалса, өзіміздің жеке брендімізге лайықтап сөйтіп салсақ болады. Мысалы, мен алдында осы Тәкеңнің бір видеосын салдым. Сол жерде ол кісі соңында өзінің номерін айтқан, содан мен соны салып алып өзім бір ыңғайсызданам ғой, анау рекке шығып кетті ғой. Мен сұраған жоқпын, Талғаттан мысалы сұраған жоқпын, осы Чанган туралы видеоңызды алайыншы, салайыншы деп. Алдым да сала салдым, тура солай сейфботпен алдым да, сөйттім да өзіме сала салдым. Ол кісі де Инстаграмда тұр екен, бірақ қаралым жиналмапты да, қаралым не жоқ екен. Соны маған ұнады, сөйттім да алдым да өзімнің парақшама сала салдым. Сонымен ол рекомендацияға ұшып кетті. Содан өзім бір ыңғайсызданам Талғаттан. Кісілер келіп жатыр, соны айтып жатырмын да, просто жай айтып қоя салайыншы деп соны Тәкеңе шықтым да айттым, мен сіздің видеоңызды алдым, Тәке, если что. Сол менде рекомендацияға шығып кетті, бірақтан да мен сіздің номеріңізді, соңында айтқаныңызды, ештеңеңізді өзгерткен жоқпын деп. Сөйтсем, Тәкең мені түсінбепті. Ол кісі айтады, жарайды Жайзира ханым, сіздің инстаграмыңыздан видеоңыздан адам келсе, мен онда сізге жіберем дейді да. Мен айтып жатырмын, жоқ, мен просто сізге ескертіп жатырмын деп жатырмын да, маған жібермей ақ қойыңыз. Сондықтан да Ерлан ағаның айтатыны, міне бәріміз командаға жаңа жұмыс жасап жатыр, хоть 10 видеомды алыңыз дейді да Тәкең. Бірақтан да мен ештеңкесін өзгертпей сөйтіп сала салам. Мысалға Ерлан ағаның да видеосы ұнады ма, маған прямой репост жасай салам, болмаса тура солай сала салам. Сондықтан да сізге барғысы келетін адам сізге барады, өйткені ол сіздің инстаграм парақшаңызда тұр, сізге жазады астынан. Мысалға, осы өнім қанша тұрады, мен алайын деп едім деп, сіз пожалуйста соған жауап бере беріңіз. И Талғатқа барғысы келетін адам мысалы Тәкеңе барады, мен сізді Чанганды көріп едім, мысалға мен осыны алайын деп едім деп. Міне бір видео міне бірнеше адамға солай жұмыс жасай алады. Тек қана сол жаңағыдай біреудің еңбегін бұзбай, өшірмей сол күйі сала салыңыздар. И сосын сол авторство жіберіп қойыңыз сол адамның өзіне. Келетін адам міне келет, адам бәрімізге де жетеді. Сондықтан да осындай кішкене инстаграмның жаңа алдында да айтып едім ғой, кішкене әлеуметтік желіде мәдениетімізді сақтайық деп. Репутация деген нәрсе болады. Мен шығармашылықпен айналысқалы, мен осы нәрсеге аса қатты мән беретінмін. Менің репутациям ертеңгі күні бұзылып кетпесін, ертеңгі күні біреу айтпасын маған, мә Жайзира ханым мынандай нәрсені реклама жасап еді, бетім осындай болып кетті, осы кісіден алып едім деген сияқты. Репутация бізде бірінші орында болу керек. Барлығымыз өзіміздің репутациямызды ақшадан, продажадан, ертеңгі күні келетін серіктестен де бірінші орынға қоюымыз керек. Сонда сіз жаңағыдай сыйлы боласыз, сенімді боласыз, қалаған адам өзі сізге келеді. Сондықтан да міне осы мәдениетті де кішкене сақтайық. Бүгінгі айтайын дегенім осы, Ерлан аға. Барлығыңызға да сәттілік тілеймін, ешқандай уайымдамаңыздар, маған адам бірден келмей жатыр, менде продажа болмай жатыр деп. Барлығы өзі міне жүйемен жұмыс жасай берсеңіздер келеді барлығы да. Ал ден қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Басқа сұрақтарыңыз болса енді қоя жатарсыздар. Рахмет Жазира ханым, өте күшті тақырып негізі. Бұл теманы бір бастап алғаннан кейін негізі тоқтамайды екен, ары қарай жалғастыра берсе. Просто өзіңіз айтпақшы, ақырын поэтапно үйрену керек. Өстіп зум сайын бір нәрсе алып отыруға болады, онан кейін еще практика керек. Жаңа мен осы дәл жаңа зум басталарда тағы бір кісі келіп фуйл тап салып кетті ғой, біреу алам деген екеу алып кетті. Сөйтіп олар еще оған бизнес туралы айтып кеттім, баласы екеуі кепті. Өстіп сатуға болады, фуйл тапсы, бизнеспен айналысуға. Ой, жақсы, мен айттым, бірақ Америкада қазір бітіп тұр. Как раз келесін еткен кезде мен сіздерге хабарлаймын, группада отырыңыздар. Мен міне подписка жасауға болады деп айтамын деп ем. Я қызығушылық танып отыр, я. Ол, значит, видно наблюдать, маған бір бұрыннан бір дос сияқты болып келіп, жүгіріп келіп амандасып жатыр. Уже видно, көп роликтарды көрген кісі ғой дейін, дайын. Ешқандай несіз келе салды, ала салды. Сол сияқты, я сіз дұрыс айтасыз, алдымен олармен бейтаныс адам боласың ғой, танымайсың, олар наблюдать етеді. Спорт залға барғанымда да кейбіреулер сұрайды менен, ана біреу ішіп жүргенің қандай таблетка ол, капсула, оңе қызыл су ол неге деп сұрайды.
Бірақ оны почему-то қазір ала қоймайды, бірақ та сұрап жатыр уже. Иә. Сол сенімді қалыптастыру керек қой. Міне сол кезде бізде сол рекрутинг күшті жүреді. Ол үшін біз сол парақшамызға сондай жақсы пайдалы, сол адам келген кезде сізден не алам деп іздеп келеді өзі. Не пайда бере аласыз деп. Вот сол кезде біздің парақшамыз не үшін жұмыс жасап жатырмыз, бәрін упаковать етіп парақшамызды бәрін. Міне сондай болу керек. Керемет, керемет. Керем, мен бір ауыз сөз айтайыншы. Шыдай алмай отырмын. Кеш жарық, әріптестер, айттарыңыз қабыл болсын, тілекке құтты болсын, оразадан оразаға аман-есен жете берейік. Жазира ханымның информациясы, ақпараты кәдімгідей ауадай қажет қой бізге. Бірнеше жыл болды сетевой бизнеста жүрсек те, осы инстаграмды ашып қойдық та, қалай жұмыс істеу, әйтеуір тисе терекке, тимесе бұтаққа бір нәрсені істеп жүрдік, иә. Енді қазір шынымен де қалай упаковка жасап, қалай өзіңді продвигать ету, вообще керемет, керемет. Мынау деген жаңа мен жазып жатырмын ғой комментарийға. Бірінші Аллаға, екінші Бәтіш апа, мен Талғатты жазбай ұмытып кеттім. Мен Бәтіш апа деп жазып қойдым. Бәтіш апаға рахмет. Не осындай бізге дайын, осындай нені білетін, инстаграмды, әлеуметтік желілерді білетін адамды бізге Алла тағала бере салды ғой, кәдімгідей бере салды. Енді мен бағана ғана Ерланға айтып жатырмын. Біз енді өздеріңіз білесіздер ғой, 20 жылдай болды сетевой бизнеста істеп, біз басында мысалы үшін Чаншида істеп жүрген кезде мен айтам ғой, күніне 500 листовка жапсыратығым, каждый үйдің есіктерінің алдына барып, мынандай ұсақ-ұсақ қылып апарып, ойымнан тағы қатып қалдым ба? Естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз? Иә. Соны жапсыратығымызда, одан кейін ол кісілерді енді вроде бы звондайтын сияқты, бірақ та сен тосып отырасың, офисқа барып аласың да, күні кешке дейін ол келмейді. Енді келеді ау деп, келесің ба деп, бір кісіні келесің ба деп звондап сұрасаң, ой, менің үйіме қонақ келіп қалды, анауым сөйтіп қалды, мынауым бүйтіп қалды деп, одар оправдание іздеп келмеудің амалы ғой. Сөйтіп менде разочарование болған, кәдімгідей сол Чанши компаниясынан Ерланға аяғында өзің істесең істей бер, мен істемеймін, маған керек жоқ деп, мен үйде жатып алған кісі болғам негізі. Бірақ та енді сетевойдың осындай бір жақсы екенін біліп, өзім бәрібір де енді бірінші өзім келдім ғой сетевойға. Соны бағана келе жатырмын, айтам ғой Ерланға. Мә, Ерлан, қандай күшті. Мына клиенттарды қазір, адамдарды, клиенттарды ешкімге жалынбаймыз, өзі келе берет. Сол үшін достар, мына инстаграмдарыңыз бар, тиктоктарыңыз бар. Вообще қорықпаңыздар да, істей алмаймын деп та қорықпаңыздар. Мен Жазира ханымнан өзі мынаны көрсетіп жіберші деп та сұрасаң, сатып алыңыздар, ничего страшного, 15-20 мың деген түк емес достар. Міне барсаң, міне бір рет барып, магазинге барып, андай-мұндай продукциядарды алып келесің де, 2 күн жеп тастайсың, болды. Міне жерде бұл сіздерге өмірлік сіздерді тамақ, қалайды, асырайтын ақша ғой енді. Асырайтын ақша табудың жолы. Мен өзімнен өзім ішімнен деген бір нәрсе деген бейтіп итергілейді мені. Міне клиент деген осы, міне саған сауда деген осы. Сенбейтұғын ғой мен бұрын, сенбейтін. Сауда деген осы, міне қандай күшті. Прям не жоқ ана. Поток денег дейді ғой, поток денег, поток людей, поток сенің жұмысың. Каждый день ко мне прибывает. Да, сетевой керек. Иә. Сол бар ғой, достар. Мына бір жерде сетевойды да істеп көрген адамдар барсыздар. Туысқа бір айтасың, досқа бір айтасың. Сен байып алшы, сен көріп алшы, соңен келеме дейді. Мен әлі жоқ қой. Айтқан кезде одар енді істей алмайды. Одар бізге ілесу үшін мен өзіме рахмет айтам. Шынымен де бәрібір де тырысып жүріп, осыны білсек те, білмесек те, үйренгіп істеп жүргенімізге, даже сол үлкен компанияның үлкен лидердары сетевоймен жұмыс жасай алмайды достар қазір. Біздің қолымызда міне Жазира, Айжан, Бибигүл, Талғат, Ерлан, Болат, бізді қандай күшті. Каждыйынан біз сабағымызды алып, пожалуйста, психология керек па, Айжан? Пожалуйста, дисциплина керек па, Бибигүл? Пожалуйста,
соцсети керек па? Міне, Жазира, Аллаға шүкір, талғат. Мен ризамын, рахметімді айтам, Жазира ханым, молодец. Прям керемет, керек нәрсені бізге өстіп түсіндіріп отырғаныңызға. Рахмет. Алла разы болсын. Зеленый бриллиант болыңыз. Әумин. Рахмет. Зеленый бриллиант болайық бәріміз. Әумин. Әумин. Мына менің энергиямнан мына телефон қатып қала ма деп білемін. Керемет. Жазира ханым, рахмет сізге. Шынында да осындай бізді айтам ғой, партнеріміз бар өзіміздің арамыздан. Мен почему Жазираға жазылам деп? Потому что біздің бір салада жүрміз, бәріміз бір неменені продвигать еткеннен кейін оңайда темамыз бәрі. Басқа біреуден ұқпайды, олар басқа бір нәрсені айтады. Жазира біздің теманы біліп тұр ғой. Қалай денсаулыққа, қалай пул тапстың бәрін. Енді жақсы шында да өзіміздің арамыздан осындай өзіміздің мықты бір білімді және тіл байлығы да бар жан-жақты Жазира ханымға ризамын. Қуанамын, жаңағы кімнің сөзіне, Райгүлдің сөзіне 100% қосыламын. Сондықтан Жазира, рахмет саған. Бір алғыс. Сіздерге де көп рахмет. Болыңыз. Зеленый бриллиант болыңыз. Шында да қуаныштымын. Чатқа кірген кезде мен Айжан ханым келген кезде, Райгүл апай келген кезде, бриллианттар кетті ғой деп өзім. Сосын бірақ айттым, сіздер барлығыңызда практикум қатысушыларсыздар дедім. Хоть зеленый бриллиант болыңыздар, черный бриллиант, өз жерде тыңдайсыздар, істейсіздер. И риза болдым. Бәрін тыңдап, бірден жақсы алып кетті бізде. Бірінші потокта міне Айжан ханымда, Райгүл апай күшті міне, Бәтші апаның өзі міне қандай күшті результат көрсетті. Сондықтан да үйренем деген адамға ешқашан да кеш емес. Үйреніп алсаңыздар, міне мысалға сол 15-20 мыңды міне Райгүл апай пытырлатып, 2 фил табыстан ақ шығарып алды ғой. Бір видео рейкқа шықса, оны қалай салуды білмейсің, неменен білмейсің. Мен негізі сол фил табыстан парақша ашсам ба деп ойлап жүргім. Прям дәл келе қалды. Мен айтам ғой, мен запросыма келді, Жазира ханым, запрос жіберген мен. Осыны қалай істесем болады деген деп. Түкті басым қатырған жоқпын. Жазира ханымның айтқанымен бәрін солай істей салады екенсің. Оп-оңай рахат. Анжейінде қиналасың, не істеймін деп. Уақыт кетеді, энергия кетеді. Соның бәрі. Когда жеңіл істелінгенде өзің қуанасың. Сондықтан бізді алтындай бағалауымыз керек осындай. Маманымыз бар, мықты. Рахмет. Запись тоқтатып қояйын ба? Рахмет бәрдеріңізге. Огоньсыңдар, отсыңдар. Огонь біреу жазып жатыр. 10 пачкасын бірақ алсам қаншадан